Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тойымды әрі оңай дайын болатын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Бізге қажет 200 мл айран, бір шай қасық сода, жарты шай қасық тұз және бір ас қасық сұйық май қажет. Осылардың біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқамызды саламыз және бір араластырамыз. Ал енді 200 мл сүтімізді құйып және тағы жақсылап араластырамыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ал енді ұнымызды толықтай салып, жақсылап және тағы түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Енді шұжықтарымызды көбіктеп турап аламыз. Бізге 100 грамм шұжық қажет болады. Қоспамызға қосамыз. Жасыл жуан немесе кептірілген укроп қолдануға болады. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Табамызға майды жағып, өте шылқытпаймыз. Майымызды жағып, бір ожаудан осылай массамызды құйып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Мінекей, екі жағы да осындай әдемі болып қызарып пісті. Дәл осы рецепт бойынша бізде 7 дана шығатын болады. Және тағы дәл осылай қайталап пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, дайын болды. Өте оңай әрі тез жасалады. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Мінекей. Көп уақытты алған жоқ.
өте оңай әрі тез дайын болатын тағамдардың түрі. Сізде тек кефир, жұмыртқа, сүт болса болғаны. Сізде дәл осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.